Сәлеметсіздер ме? Бүгін фотодағы подгузники трусиктерге обзор. Және де өз ойыммен бөлісіп кететін боламын. Ендеше көріңіздер. Ең алдымен мұндағы BB Kitty подгузникінен бастасақ, ұлым 12 килограмм болғандықтан осындай XXL, яғни побольше размер алдым, себебі ұл балаларға бір размер үлкендеуін кигізу қажет. Қазір мына сырты осындай әдемі, өте яркий, әдемі цвет, ішінде 40 штук. Мұнда қаптамасына тоқталып өтетін болсақ, қаптағышы мұндағы көріп тұрғандарыңызда өте жақсы, качественно жақсы қапталған, ешқандай шаң, мусор немесе сұйықтық жөткіш жаңағыдай өткізбейді, бәрі дұрыс сақталған, дұрыс қапталған. Енді ішіндегі жаңағы жөргек подгузникті алып қарайтын болсақ, барлығы осындай бір түсте, яғни артық сурет нелер жоқ, тек өздерінің компанияларының фирмасының жазуы бар. Ішін ашып қарайтын болсақ, ішіндегі текстурасы, құрамы бәрі ұнады. Қазір сіздерге жақындатып көрсетемін, өздеріңізде көз жеткізсеңіздер болады. Әрі қарай мұндағы белдік, яғни резинасы қатты қыспайды, көріп тұрғандарыңыздай жақсы ашылады. Мұндағы желбезектері ма сондай нелері де бар екен. Кейбір мысалға трусики немесе тағы да басқа подгузниктің түрлерінде қысқа болады. Мұнда кеңінен бәрі жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай басынан аяғына дейін толық, яғни ішкі несі жіткісу сыртқа шығып кетпейтіндей етіп қапталып, бәрі тігістері бәрі өте керемет. Әлі алда қолданғаннан кейінгі состояниясын көретін боласыздар. Келесі бізде Икито премиум түрі, яғни негізінде мен бұл түрін бала кішкентай кезінде де 10 килограмм, 9 килограмм кезінде де қолданып көргенмін. Негізінен осы Икито фирмасы жаңағыдай маломерка болып келеді. Бірақ бұл жолы специально XXL, яғни 12 килограмм болғандықтан үлкендеу размерін алып көрдім, білдім маломерка болатындығын. Соның өзінде балаға бірақ шапшақ, дәл қазіргі уақытта менің балама шапшақ болғандықтан осы түрін заказ бердім. Бірақ ол кездері видеоға түсірмеген тұғынмын. Енді қазір сіздерге түсіріп, ашып көрсетейін. Ішінде мұндағы 34 штук болады. XXL размерінде, яғни 15 килограммнан жоғары балаларға арналған. Бұл трусики түрі, Икитоның осы трусикилер ұнайды. Жұқа, жазға өте ыңғайлы. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай жаңа несі бар, индикатор, яғни бала сұйықтықты, яғни жіберген уақытта, яғни подгузникті білдірген уақытта мұндағы цветі өзгереді, білесіздер, я? Мұндағы көріп тұрғандарыңыздай желбезектері бар, ұзын, яғни үлкен деген ғой. Ішкі структурасы көресіздер, резинасы да жақсы, баланың белін қатты қыспайды, жұмсақ өте резиналардан жасалған. Ал енді ішкі түрін қазір сіздерге жақындатып көрсететін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай бәрі өте жақсы, керемет. Бұл да басынан соңына дейін бәрі дұрыс тігіліп, бәрі дұрыс ойластырылған. Жалпы айтқанда жұқа, жазға арналған өте керемет. Осы компания өзіме ұнайды. BB Kitty подгузникімен салыстырып көрсек, почти бірдей. Екеуі де негізі жаздық түрін специально бұл жолымен заказ берген, яғни ең жұқаларын таңдап алғам. Отзывтарды мен осы жүргектерді жаңағы таңдамас бұрын обязательно Каспий болсын, басқа нелердің болсын, отзывтарын оқимын, чтоб менің балама аллергиясын беріп жүрмеу үшін. Негізі осы жапондық нелердікі жақсы. Келесі бізде тағы да трусики Икитонікі, бірақ жаңа, яғни ночной түрі, басқа түрі. Бұл жерде бізде 32 штук, осы XXL размері, 15-20 килограммға дейінгі. Бұл енді кішкене басқашалау, сыртында қаптағышы да, өзі де ішіндегісі. Именно осындағы ночнойды бұрында алып көрмеппін, мүмкін ол кезде болмаған шығар, мүмкін байқамаған шығармын. Осы жолы алып қолданып көрейін дедім. Именно ночной дегеннен кейін қалай екенін көргім келді. Сондықтан заказ беріп көрдім. Ішінде міне ашып қарайтын болсаңыздар, осылай 32 штук. Дәл осылай Night деп нелері жазылып тұр. Обычный трусики сияқты көріп тұрғандарыңыздай. Бірақ бұл жерде қазір бір несі бар.
айырмашылығы обычный экитоға қарағанда, мұнда негізі индикатор бар, просто видеодан дұрыс көрінбей тұр, ол сары түсті болғандықтан. Міне көріп тұрғандарыңыздай резинкасы да жақсы, бірақ желбезегі кішкентай ғана жоқ десек те болады. Мына көріп тұрғаныңыздай видеода мына ішіндегісін көріп тұрғандарыңыздай структурасы кішкене басқашалау, жаңағы обычныйге қарағанда, екеуін салыстырып қарағанда. Енді әрі қарай бұны бала қолданғаннан кейінгі түрін салыстырып көргендегісін айтатын боламын. Ал негізі обычный экитомен салыстырып қарасақ, кішкене қалыңдау сияқты видеодан байқаған боларсыздар. Ал енді Baby Kitty мен салыстыратын болсақ, енді тоже кішкене қалыңдау, өйткені Baby Kitty мен мұндағы обычный экитоның екеуінің жұқалығы бірдей. Және де мұндағы ночной новый экитоның жаңағы желбезектері жоқ, резинасы сондықтан үлкендеу болып көрінеді. Мұндағы подгузник болғандықтан желбезегі енді үлкендеу шығар деп ойлағам, бірақ трусикте де тоже желбезегі үлкендеу көріп тұрғандарыңыздай. Ал новый жаңағы ночной дневнойдікі жоқ екен. Сонымен осы 3 подгузникті бала қолданғаннан кейінгі несін қазір салатын боламын. Видеосын ішін ашып бәрін көрсетемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса сұрап, комментарияға жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал ендеше бірінші Baby Kittyден бастайық. Көріп тұрғандарыңыздай оңай шешіліп, жаңа жапсаты мұндағы липучкалары, резинкасы бәрі жақсы ұстады. Индикаторы толған, бала өткен ішін толтырғаннан кейін. Жалпы жақсы, түнде де күндізде жақсы шыдады. Сыртына ешқандай несі ағып та кеткен жоқ, үлкен дәретті де өтіп кеткен жоқ. Негізі оны видеоға көрсетпедім, бірақ баланы қалай еткені жалпы өзім көрдім дегенім ғой. Жидкость, яғни ішіндегі несі кішкене дымқылдығы бәрібір сақталады екен, былайша норма. Сонымен Baby Kittyға 4 деген баға. Келесі бізде экито, мұндағы видеодағы бұл после ночнойдан кейінгі, қолданғаннан кейінгі түрі. Енді бұл трусикидің индикатор полный, түсін өзгерткен көріп тұрғандарыңыздай. Ішіндегісі жаңағы жидкості жақсы ұстап қалған, түні бойы жақсы шыдады, сыртына ештеңе өтіп кеткенде жоқ, үлкен дәретті де жақсы ұстайды. Мұндағыны жыртып көрсететін болсақ, былайына оңайлықпен жаңағыдай резинкасы бала тартқан кезінде босап кетпейді. Жалпы айтқанда мұндағы резинкаларда бәрі өте жақсы ұстады, үлкен дәретті де кіші дәретті де жақсы ұстайды. Бұған 5 деген бағаны береміз. Келесі бізде бұл да экитоның екінші түрі, яғни басқа түрі. Бұл да түнгі қолданыстан кейінгі подгузник, яғни трусикидің түрі. Қазір видеода түсіріп тұрған, көріп тұрғандарыңыздай несі кішкене жылжыған, жаңағы наклейка жабыстыратын жері. Бұныкі кішкене оңайлықпен жаңағыдай жыртылып, жаңағыдай резинкалары, бірақ бәрі жақсы ұстады. Түнді жақсы өткіздік, сыртына ешқандай да ағып кеткен жоқ, ол жағынан жақсы екен. Полный, бірақ түрі кішкене өзгерді. Индикаторда көк түске боялған көріп тұрсыздар, бірақ мұндағы наклейкасы орнынан енді қозғап жіберді ұлым, или өзі қозғалып кеткен болса, ол жағын енді жақсы біле алмадым. Бірақ үлкен дәретті де кіші дәретті де жақсы ұстап қалды. Бірақ бірінші жаңағы обычный экитоға қарағанда кішкене нашарлау екен, сондықтан бұған 4 деген бағаны бердім. Ал қорытындылайтын болсақ, Baby Kitty подгузники, экито трусиктерін бағалап кеттім видеода. Енді неліктен ондай баға қойғанымды айта кетейін. Baby Kittyде дымқылдық ішінде сақталады, экитода ешқандай минусы жоқ. Ал мұндағы екінші түрінде кішкене жаңағыдай несі бәрібір качествосы басқа екен, төмендеу екен деп айтсам да болады. Ең бірінші жеңіп шыққан өзіме ұнайтын осы экито труси, оған бірінші орын бас жүлдені берсем болады. Екінші Baby Kitty, үшінші экито.